Жарқыраған қарбыз 7 бөлім. Өткен бөлімде жұмыс істемей тұрған будкадан қоңырау шалып жатқанын естіп тұрған Сегенді көрсеткен болатын. Қалғандарының ауруханадағы сәтін көрсеткен болатын. Әрі қарай Сегеннің тұтқаны алып сөйлескен сәтін көрсетеді. Ол алло десе, ар жағында бұрынғы Ингольға хабарласқан дүкен сатушысы бұған да хабарласып тұрғанын көреміз. Сәлем, қалың қалай? Саяхат ұнады ма деп сұрайды. Сіз бе? Егер қоңырау шалатын болсаңыз алдын ала ескертуіңіз керек еді ғой, менде бәрі жақсы дейді. Сонда сатушы, басқа біреудің өмірімен өмір сүрген саған қызық қой деймін дейді. Сол сәтте қыздың үндемей тұрып, иә, мен негізінде басқа біреудің өмірімен өмір сүріп отырмын. Менің атым негізінде Онью деп айтады. Сіздер де күмәнданған шығарсыздар, мен 21 ғасырдағы Сегеннің қызымын дейді. Білем, біз анам екеуміз қатты ұқсаймыз. Мен де виолончельда ойнайтынмын. Осылайша мен анамның баға жетпес асыл тасына айналдым дейді. Бірақ мен бақытты бола алдым ба? Асыл тас жарқыраса ғана бағалы, жарқырамаса оның бағасы кетеді демекші. Мен анам үшін тек жарқыраған сәтте ғана қажет болып, қалған уақытта асыл тастармен қобдишада жататын жай ғана тас секілді едім дейді. Егер әкем анда-санда мені анамның қобдишасынан шығарып тұрмаса, мен мұнда болмас едім дейді. Бірақ бір күні ажырасу туралы өтініш келді. Онью менің қызым менімен қалады деп анам мен әкем салғаласып тұрған сәтте, бұлар мен үшін ұрыспаса екен деп тілейтінмін. Сол уақытта бір қоңырау дыбысы естілді дейді. Ол қаралы хабарлама еді. Осылайша анасы мен қызының сөйлесіп тұрған сәтін көрсетеді. Бұл кімнің үйі дейді. Атаңның дейді. Атам Америкада емес пе десе, жоқ, бұл менің туған әкем, бұл сенің туған атаң дейді. Менің екі әкем бар, қызғанып тұрсың ба дейді. Сонда кішкентай қыз, жоқ, маған бір әке де жетеді дейді. Сонда анасы, білесің бе, мен кішкентайымнан менің өз отбасым болғанын қалайтынмын, мен оған сенетін, мені қолдайтын, мен қасында әрқашан болатын дейді. Сонда қыз, әкем сенің отбасың емес пе десе, жоқ, енді сен менің ғана отбасымсың, сен менің қасымда боласың ғой, иә дейді. Қыз иә деп солай арадан 6 жыл өткенін көрсетеді. Енді біз осында тұрамыз, тек екеуміз, музыкаға ден қой, менің не айтқанымды түсіндің бе деп қызына сөйлеген сәтін көрсетеді. Қызы болса үндемей үйге кіріп барады. Осылайша Оньюдың өзінің өткен өмірі, балалық шағын айтып беріп жатқан сәтін көрсетеді. Яғни бірде анасымен киім таңдап отқан сәтте, түбе Сеген, бұл сен емессің ба? Мен есіңдемін ба? Мені танымадың ба? Қызың өзіңнен аумай қапты ғой, сен сияқты өте әдемі жігіттер артынан тоғып жүгіріп жүрген шығар дейді. Осылайша қыз анасының қайтадан бұрынғы әңгімелерді есіне алып үйге барғанда сөйлейтінін түсінеді. Анасы әрдайым бұрында осындай жігіттер мен үшін топ құрған, осындай жігіт былай істеген деп, және де өткен алғашқы махаббатым осындай болған деп айтып отыратын еді. Жетер, сенің оқиғаңның 2 бөлімін мен аяқтасам қайтеді? Егер сенің әкеңе тұрмысқа шықпағанда, егер сен туылмағанда, мен әлемге әйгілі виолончелист болып әлемді аралайтын едім деп айтасың. Күйеуі мен баласына қарап қалған кәдімгі әйел болмас едім. Айтқың келгені сол ма? Ішпеймін деп уәде бересің де уәдеңде тұрмайсың. Мен енді саған сенбеймін. Мен өзім қалағаннан туылды дейсің бе? Мен де сенің қызың болайын деп қалап туылған жоқпын дейді. Осылайша қош, мен кетемін деп тұрып кетіп қалады. Осылай жоғарыдан чемоданын алып түскен Оньюға анасы, не істеп жатырсың дейді. Ал қызы болса, мен әкеме кетім, сенімен тұрсам саған ұқсап кететін сияқтымын дейді. Сондықтан да музыкаға ден қой деп айтамын деп анасы айтады. Ал қыз болса, сен өзіңді ғана ойлайсың, мені тек қана пайдалануды білесің. Осындай мінезің үшін де әкем сені тастап кеткен деген кезінде анасы бетінен бір салып қалады. Сен не деген дөрекісің, әкең сияқтысың дейді. Қыз болса, иә, сондықтан да біздің әкеміздің әңгімеміз жарасады деп үйден кетіп қалады, ал анасы жылап қалып қояды. Осылайша Онью әкесін іздеп Америкаға келіп, үйін іздеп табады. Есігін қақса, оны бір бөтен әйел ашады. Және де сіз кімді іздеп кеп тұрсыз дейді. Қыз не айтарын білмей тұрғанда, сен осы кісінің қызысың ғой, қазір мен оны шақырайын. Жаным, кел, сені қызың іздеп келіп тұр деп айқайлады. Оны естіген қыз жүгіріп кетіп қалады. Осылай далада қаңғып кетіп бара жатып, түн боққан сәтті көрсетеді. Оған ата-анасы звондайды, бірақ оны қыз көтермей өзінің телефонын мусорный бакқа лақтырып жібереді. Сол сәтте алдынан бір топ жігіттер шыға келеді. Олар қызға тиіспекші болған кезінде қыз өзінің қалтасынан электрошокерді алып, оларды талдырып қашып кетеді. Неге басында әрқайсысы өз қалағандарына қосылмаған? Менен сұрамай, мені неге осы дүниеге алып келдіңдер? Мен сияқты өмір сүргілерің келмес еді деп жылап отырған сәтте өзінің көлеңкесінің екіге бөлінген сәтін көреді де аспанға қарайды. Солай ол жерден 2 айды көреді. Содан ол жерде музыкалық аспаптар сатылып жатқан дүкенді көріп қалады.
барып ішіне кіреді. Дүкеннің ішін қарап тұрған сәтте артынан сатушы келіп, «Қош келдіңіз, Бикеш» деп, оны шошытып жібереді. «Шошыттыңыз ғой, сіз кімсіз?» деп сұрайды. Сонда сатушы, «Мен осы дүкеннің иесімін» дейді. «Сіз қалай тауып келдіңіз?» дейді. Қыз айтады, «Сыртта жарық жанып тұрғаннан кейін келдім» дейді. «Біздің дүкенді табу негізі оңай емес, келіңіз» дейді. Содан қыз виолончелін сататынын айтады. Оны тексеріп көріп, бұл өте жақсы сақталған екен, не үшін сатасын, өзіңе кейін керек болмай ма деп сұрағанда, «Мен жақында өлемін, маған қажет емес» деп айтады. «Неге олай айтасың, ата-анаң уайымдамай ма?» дейді. Ол айтады, «Мен анаммен ұрысып қалдым, ал әкеме қажет емеспін, сондықтан өлемін деп шештім» дейді. «Ал ақшаны не істейсің, не үшін сатасың?» десе, «Өлерден алдын ақшаны жаратып, кішкене демалып қалайын деген едім» дейді. «Жарайды, онда менің бір шартым бар. Сізді саяхатқа жіберемін, және де ақшаңызды төлеймін. Қалай қарайсыз?» дейді. Қыз келіседі. Осылайша қыз өзінің виолончесін сатады, ал сатып алушы оған ақшасын беріп, «Міне алыңыз, виолончельді қайтарып алғыңыз келсе керек болады» деп береді. Қыз, «Қажет емес, қайтып келмеймін» дейді. «Жоқ, сіз мені тыңдаңыз, алыңыз» деп беріп жібереді. «Ерекше саяхатқа баруға дайынсыз ба?» дейді. Қыз, «Иә, саяхаттап жүріп қалай өлетінімді ойластыратын боламын» дейді. «Шығарда абай болыңыз» дейді. Қыз, «Жарайды» дейді. Ал сатушы болса, «Сізге сәтті сапар тіледім» деп қалады. Ал қыз есікті ашып шыға берген кезде, қатты жарықтан көзі жұмылып, көзін ашса, ол Кореяның аэропортында жүргенін байқайды. Содан түсінбей қалады. «Мен Америкада жүрген едім, енді қалай Кореяның аэропортына тап болдым?» деп жан-жағына қарап тұрған уақытта, бір журнал қарап тұрған кісінің қолындағы журналындағы датаны қарайды. Ол жерде 1995 жылғы деп жазылып тұрған еді. Оны көріп қыз таң қалып ойланып тұрған сәтте, қасына бір қыз келіп, қалайсың, Сөген, қалай жағдайың, мені таныдың ба?» деп келіп қалады. «Сен Америкада емес пе едің?» деп сұрайды. Содан әрі қарай оның анасының үйіне келіп тұрақтанғандығын көрсетеді. Содан телефондағы сөйлесіп тұрған сәтті көрсетеді. «Сіз өлу ойыңыздан қайттыңыз ба?» дегенде, «Жоқ, мен әлі ол ойымнан қайтпадым» дейді. «Сіз жаңа ғана бәрі жақсы деп едіңіз ғой» деп түсінбейді. «Иә, бәрі жақсы, себебі мен өзімді өлтірудің керемет жолын таптым» дейді. «Ол қалай, білуге бола ма?» деп сұрайды. Сонда қыз айтады, «Мен анамда өзінің алғашқы махаббатымен қосамын, сол кезде ол әкеме тұрмысқа шықпайды, және де мен туылмаймын» дейді. «Түсінікті, алғашқы махаббатын табу керексің ғой» дейді. «Мен уже тауып қойдым» дейді. «Тауып қойдың ба? Сен соған сенімдісің бе? Шынымен де ол сенің анаңның алғашқы махаббаты ма?» деп сұрайды. «Сонда анамның алғашқы махаббаты ол емес дегіңіз келіп тұр ма?» дейді. Сонда сатушы айтады, «Мен білмеймін, оны мен сенен білу үшін сұрап тұрмын ғой, онда келесіде қоңырау шалатын боламын» дейді. «Вива ла вида» деп тұтқаны қойып қояды. Ал қыз болса, «Тұра тұрыңыз, тоқтаңыз» деп сөйлеп жатып, ұйқысынан оянып кетеді. «Анамның алғашқы махаббаты Халичан болмауы мүмкін бе? Құдайыма, онда кім?» деп ойланады. Содан Ингелдің ауруханада жатқан сәтін көрсетеді. Ол жерде оның жүрек соғысы баяулап кеткендіктен, оған тездетіп жедел жәрдем көмегін көрсетеді. Содан жарқын жарық түсіп, әрі қарай бізге Чонаның көзінің ашып жатқан сәтін көрсетеді. Ол көзін ашса, оған қарап тұрған Личанды көреді. «Личан, қалайсың? Тұрма орнынан, саған жату керек» дейді. Содан қағазға, «Сен ауруханадасың, есіңнен танып қалдың, есіңде ме?» деп жазады. Содан қыз есіне түсіргендей болады. Әрі қарай жігіт, «Өткен жолғы жасаған тірлігің үшін, айтқан сөздерім үшін кешір, сенің естімейтін екендігіңді білген жоқпын» деп жазады. Және басын иіп кешірім сұрайды. Ал қыз болса, «Мен есіткенімде сен мұндай мейірім көрсетпес едің» деп ішінен сөйлеп, орнынан тұрып кетіп бара жатқанда, Личан, «Саған тұруға болмайды, саған жату керек» деп айтып жатқан сәтте, медбике келіп, «Сізге қағаздар толтыру керек» деп шақырады. Ол қағаз толтырған сәтте, «Қызға кім болып келесің» деп жазғанда, «Оның досы» деп толтырып береді. Қайтып оралған сәтте, оның қыздың орнында жоқ екенін көреді, және де оның қалдырып кеткен қағазын оқиды. «Саған сол күні берген билетті маған Сүйген берген болатын. Оның ішінде Сүйгеннің маған жазған хаты бар екенін білген жоқпын» дейді. «Енді сенімен кездеспеуге тырысам, мені ауруханаға жеткізгенің үшін рахмет» деп жазады. Содан Личан жүгіріп сыртқа шығып, қызды қуып жетеді. «Маған кешірім сұрауға мүмкіндік бер, мені кешір» деп кешірім сұрайды. Ал қыз болса, «Менен кешірім сұрамағаның дұрыс» деп ішінен айтып жатқан сәт, «Сенің қарның аш емес пе? Мүмкін бірге тамақ ішерміз» дейді. Қыз болса, «Жоқ» дегенде айтады. Бірақ оның ішінің құрылдағанын естіген Личан, «Сенің ішің құрылдап тұр ғой» дейді. Чона жаман көзбен қараған сәтте, Личан, «Бұл менің ішім екен ғой, мен сенің дәрі-дәрмектерін төлеп қойдым, енді сен маған тамақ алып беруге міндеттісің» деп осылай екеуінің тамақ жеп отырған сәтін көрсетеді. «Сен хабарласыпсың ғой, менің көмегім қажет болған жоқ па еді?» дейді. Қыз, «Жоқ» деп айтады. Сосын, «Егер де қандай да бір көмек қажет болса,
менде факс бар, соған сен жазып жібере аласың дейді. Кеш батып үйлеріне қайтып келе жатып, оған сен күшті болу үшін дәрі-дәрмектеріңді уақытылы ішіп, тамақтарыңды жеп жүр деп айтады. Қыз оған күледі. Сен бірінші рет күлдің деп, жігіт оған қарап қалады. Сен Чонамен бірге болуың керексің деген Ингөлдің сөзі есіне түсіп, Чонадан сен Ингөл танисың ба деп сұрағанда, Чона жоқ деп жауап береді. Сосын Личан түсінікті. Енді біз бірге тамақтанғаннан кейін біз доспыз. Сенің есімің Йон Чон А ғой, иә? Маған хабарласып тұруды ұмытпа дейді. Ал Чона болса, ол менің атымды атады деп мәз болып қалады. Личанның факс номерін алған Чона оны көріп, мәз болып үйінде жатады. Ал Личан үйіне келіп, Ингөлдің әлі келмегендігін көріп, мұңайып қалады. Осы сәтте Ингөлдің ауруханадағы жатқан орында жоқтығын көрсетеді. Солай таң атып, анасының орнына сүйген болып жүрген Онюдың қай жігіт анамның алғашқы махаббаты екен деп ойланып тұрған сәтін көрсетеді. Осылайша ол анасының айтқан сөздерін есіне алады. Анасы бірде жігіттің ашы жақсы көретіндігін айтып қалған еді. Солай ол жігіттерді тамаққа шақырып, тексеріп көрмекші болады. Осылай топтағы бірінші жігітпен келіседі. Ол рок стилінде киініп келген еді. Оны көрген қыз күліп жібереді. Әрі қарай тамақтан ал деп тамақ ұсынады. Сол уақытта оның жалбырап тұрған шаштарына өзінің қызыл резинкесін береді. Ол шашын жинап алып, ашы тамақты аузына ала бергенін сол еді, аузы ашып күйе бастайды. Сосын қыз ол жігіттің анасы айтқан жігіт емес екенін түсініп, келесі жігітпен кездесуге барады. Ал ол жігіт болса, бұрыннан сүйгенді танитын бір жігіт болып шығып, махаббат, яғни романтик жігіт болады, бірақ ол қызға ұнамайды. Ол да ащыны жей алмайтындығын көрген қыз, ол да емес екен деп, кейінгі жігітпен кездесуге кетеді. Ал ол жігіт кездесуге қызға гүл шоқтарын алып келеді. Және де қыздың заказ беріп алдырған ащы тамақтарын ойланбастан, қиналмастан жеп отырады. Сонан соң ол Сегенға айтады: сен ренжіме, маған жасы үлкен қыздар ұнайды дейді. Содан қыз екеуі ғана қалды ма, біреуіне қыздар емес жігіттер ұнайды. Демек 99% бұл Халичан деп Халичанмен кездесуге шығады. Және де Халичанның ащы тамақтарды сүйсіне жеп отырғанын көріп, әрі қарай оған күмәні қалмайды. Содан тоқта, тағы тексерсек қалай болады деп Ингөл жайында Личаннан сұрайды. Ал Личан болса оған Ингөлдің үйден кетіп қалғандығы жайында айтады. Сен оны сағынып іздемейсің ба дегенде, жоқ, қайтаға емін еркін жүріп қалдым, жақсы болды деп айтады. Содан қыз үйіне келіп Ингөлді тізімнен алып тастауға екі ойлы болып ойланып тұрады. Содан Личан да үйіне келіп бөлмесінің жарығы жанып тұрғанын көріп, Ингөл келді деп ойлап қалып, жүгіріп кіріп құшақтай кетеді. Бұл оның досы болып шығады. Ол досы да келген Ингөл деп ойлап қалады. Әрі қарай екеуі сөйлесе отырып, Ингөлдің жұмыс істеп ақша тауып, Личанға гитараны сыйлыққа алып бермекші екендігін біледі. Оны оқытасың, оған топ құрып бересің, оған қоса оған гитара алып бермекшісің, неліктен бұның бәрі деп сұрағанда, ол жарқырағым келеді деді. Бұл бәлкім оның жастығының соңғы кездері шығар. Мектеп бітіргеннен кейін ақша табу жолына кетем деді. Оған дейін бәрін істеп көргісі келеді, мен оған көмектесемін дейді. Мен оның сахнада жарқырағанын қалаймын деп айтты деп Ингөлдің сөздерін досы Личанға жеткізеді. Сен оған ұрса берме, ол жақсы бала, жан-жақты талантты, жүрегі кең бала дейді. Ол оралса маған хабарын айтарсың деп досы шығып кетеді. Ал Личан болса Ингөлді күтіп сыртта таңға дейін отырады. Осылайша таң атып Личан мектептегі дайындық бөлмесіне келеді. Ол жердегі топтың жігіттері қалай кім қалай тұратынын сызып дайындалып жатқан еді. Сол уақытта ол оларға Ингөлдің жоғалып кеткендігін, қашан келетінді белгісіз екендігін айтады. Оны естіген жігіттер не істейміз, оны күтіп жүре алмаймыз ғой, басқа гитарист табайық, себебі Сегенға бәрібір концертті қоюымыз керек дейді. Сонда Личан жынданады. Сендерге ойыншық па бұл концерт? Қайдағы бір қыз үшін жасайын деп жатсыңдар ма? Ингөлді мен өзім табамын деп шығып кетеді. Осылайша Ингөлге іздеу салып, хабарлама жазып, барлық жерге жабыстырып шығып жүрген кезде оған біреу қоңырау шалады. Ал бұл уақытта Оньо да Ингөлді іздеп оған қоңырау шалады, бірақ телефонын алмағаннан кейін хабарлама қалдырады. Ал Личан Ингөл жайында хабар естіп жүгіріп кетеді. Оны көрген Чона да оның артынан барады. Осылайша кеш батып, Личан Ингөлді іздеп бір жерге келеді. Ол жерде оны басқа бандит жігіттер қарсы алады. Оларға ақша керек болып, олар өтірік
Личанды шақыртқан болатын. Оны түсінген Личан ақша жоқ бермеймін дейді. Ал басқа бандит жігіттер оны сол жерде ұрып соғып кетеді. Ал Личанның артынан жүгіріп келе жатқан Чона асығып жүгіремін деп баспалдақтан түсіп келе жатып, алдынан шыққан мотоциклмен тоғысып қалады, бірақ артына қарамай жүгіріп кетеді. Ал мотоциклде отырған Онью еді. Түк түсінбей қалған Онью тоқтаңыз деп айқайлап қалады. Содан Личанның жалғыз өзі қансырап жатқанын көрсетеді. Не болды, бәрі жақсы ма деп сұраған Ингөл оған елестей бастайды. Содан Ингөлдің бар айтқан сөздерін есіне алып, орнынан тұрып, әрең жүріп келе жатқан сәтін көрсетеді. Осылайша ол жылап қалады, ал Ингөл болса 2023 жылға қайта оралған еді. Ештеңені түсінбеген Ингөл түсінбей айналасына қарайды. Содан қасынан өтіп баратқан бір жігіттен қазір қай жыл деп сұрайды. Сонда ол жігіт 2023 жыл дейді. 2023 1995 емес пе десе, не деп түсінбей ол жігітте біртүрлі қарап өтіп кете барады. Демек, мен қайтып келдім бе деп түсінбей қалған Ингөлдің түрімен 7-ші бөлім аяқталады. Келесі бөлімдерді қарау үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.